Алдыңғы топтамада Марс туралы қызықты мәліметтермен танысқан болатынсыздар. Марстың тіршілікке жарамды жер екенін білдіңіздер. Бүгінгі видеомызда біз сіздерге күн туралы сіз білмеген шындықтар туралы айтатын боламыз. Күн біздің жұлдызды жүйеміздегі жалғыз жұлдыз. Сондықтан біздің жұлдызды жүйе күн жұлдызды жүйесі деп аталады. Күн жұлдызды жұлдыздардың ішінен J2V, яғни сары қортықтар класына жатады. Ол дегеніміз күн жұлдызды адам баласы зерттеген жұлдыздардың ішіндегі ең кішкентайларының бірі. Біздің жүйеміз құс жолы галактикасының Orion's Hand бөлігінің шетінде орналасқан. Дәл осы жер галактикамыздың ең қауіпсіз жерлерінің бірі болып есептеледі. Өйткені басқа жерлерде жұлдыздар бір-бірімен соқтығысып жатса, бізде керісінше көрші жұлдыздар бізді қорғап тұрғандай. Күн жұлдыздардың ішіндегі ең жас жұлдыздардың бірі. Жасы шамамен 4,5 миллиард жыл деп болжанған. Ол үшінші ұрпаққа жататын жұлдыз, яғни бірінші және екінші ұрпақтағы жұлдыздардың жаратылысынан кейінгі түйіршіктерінен пайда болған. Күннің жарығы жер бетіне 8 минут 31 секундта жетеді. Бұл дегеніміз сіз көріп тұрған қазіргі күн 8 минут 31 секунд бұрынғы күн. Жерде күнді айналғандай, күнде біздің құс жолы галактикасының ортасына айналады. Галактикамыздың диаметрі 100 мың жарық жылы, ал күн жұлдызды жүйесінен галактика ортасына дейін 28 мың жарық жылы. Дәл осы ара қашықтықты күн 528 мың км сағатпен 230 миллион жылда галактиканы бір рет айналып шығады. 1939 жылы Ганс Петте ғалымдардың ішінен бірінші болып осы гипотезаны ұсынды. Ол гипотеза бойынша күн ядролық синтез арқылы энергия бөледі. Яғни күн жұлдызында орналасқан сутектер қосылып, гелийді шығарады. Әр секунд сайын 4 миллион тонна зат энергияға айналады. Ол энергияның мөлшерін анықтау үшін E тең mc квадрат деген Эйнштейннің формуласын қолданамыз. Дәл осы еңбегі үшін Ганс Петте 1967 жылы Нобель сыйлығын алған болатын. Тағы да айта кетерлігі, күннің беті негізінен ақ түсті. Ондағы жарықтар жер атмосферасына келген соң, кейбірі шағылып, кейбірі сынып, бізге сары түс болып көрінеді. Достар, видеомыз бітті. Егер дәл осы күн туралы видеоның екінші бөлімін көргіңіз келсе, комментарийге көргім келеді деп жазып кетіңіз. Лайк қойып, тіркелуді ұмытпаңыз.